Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін универсал қамырдан 3 түрлі тағам әзірлейтін боламыз. Өте жұмсақ лепешка, әрі дәмді бауырсақ, және де өте жұқа, әрі дәмді болып шығатын пиццаның қамырын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, ортасын осылай ашып алып, ішіне қантымызды, дрожжымызды, сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып алып, ұнымызға осылай жай-жайдан құйып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты сұйық және де қатты болып кетпеу керек, орташа жұмсақтықта болу керек. Қолымызға қатты жабыспай, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз иленіп болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды жағып, 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1,5 сағатта көтерілген қамырымызды тағы да бір қайтара илеп, тағы да 1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз осылай көтеріліп, әдемі болып шықты. Көтерілген тынған қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Енді бұл қамырымызды біз теңдей 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Яғни лепешкаға, бауырсаққа және де пиццаға арнап теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Ең алдымен лепешкамызды көтерілуге жібереміз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, лепешкамыздың формасын келтіріп, бетін жауып, 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Лепешкамыз көтерілгенше бауырсағымызды пісіріп алатын боламыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқалап жайып алатын боламыз. Қатты жұқа қылып жүрмеңіздер, орташа көлемде жұқалап жайбасаңыздар болады. Бауырсақтың қамырын жайып, кескенге дейін табамызда май құйып, отқа қыздырғанша қойып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз осындай қалыңдықта болу керек. Енді мен 4 бұрышты етіп кесіп шығатын боламын. Егерде өздеріңіздер жасасаңыздар, осылай 4 бұрышты етіп турасаңыздар болады. Егер қонақ күтуге жасасаңыздар, дөңгелектеп пісіруге болады. Барлық қамырымызды осылай 4 бұрышты етіп кесіп, қызып тұрған майда орташа отта пісіріп алатын боламыз, екі жағын ауната отырып. Міне біздің майымыз қызды. Енді бауырсағымызды біртінде сала отырып пісіріп алатын боламыз. Бауырсақты осы әдіспен жасап көрсеңіздер, өте жұмсақ, әрі дәмді, сырты майлы болмай, өте дәмді болып піседі. Және де бір айта кететін лайфхак, мен бауырсақтарды осы әдіспен жасаған кезде көтерілуге қоймаймын, бірден пісіре беретін боламын. Сол кезде сіздің бауырсақтарыңыз майды сормайтын болады. Міне біздің бауырсақтарымыз пісті. Енді сүзіп алып, майлығымызға қойып, майын сорғытып алатын боламыз. Бауырсақтарымыз дайын, өте жұмсақ, қытырлақ, әрі дәмді болып шыққан. Осы әдіспен жасап көріңіздер. Біздің лепешкамыз көтерілді. Енді лепешкамызға форманы беріп, осылай дөңгелетіп, ортасын пісіруге дайындап қоямыз. Оған дейін пешімізді қыздырып, 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Алдын ала сыртынан жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне қара күнжутымды сеуіп, қызып тұрған пешке пісіріп алдым қызарғанша.
Құрметті көрермендер, қазақша контенттің дамуы мақсатында арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де өзіңіздің достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Лепешкамыз піскенше, енді біз пиццаны пісіріп алатын боламыз. Пиццаны дөңгелектемей, осылай пиццаның табасына майымызды жағып, осылай қолымызбен жайып шығатын боламыз. Сол кезде сіздің пиццаңыз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Үстіне соусын құйып, кез келген шұжықтарыңызды, көкөністеріңізді салып, пісіріп алсаңыздар болады. Мен үстіне кетчуп құйып, жақсылап жағып шықтым. Оның үстіне шұжықты орналастырып, үстіне сырды сеуіп, қызып тұрған пеште пісіріп алдым. Өте керемет, тез дайын болатын рецепттердің бірі. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Міне осындай универсалды қамырдан 3 түрлі тағам әзірледім. Өте керемет болып шығады. Сіздің уақытыңызды үнемдейді. Осылай жасап, өз жақындарыңызды қуантсаңыздар да болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айдана.